Сәлематсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл Гүлсана қолөнер каналы. Мен бүгін сіздерге осындай триконың балағын қысқарту жолын көрсетемін. Осындай триконы аламыз. Осыны өлшеп аламыз, осындай етіп триконың балағын. Осыған сабынымызды алып, размерін қараймыз. Осындай етіп жасаймыз, өлшеп алып. Тігіс керектісінде алып қаламыз өлшеп. Артығырақ өлшейміз. Осындай етіп өлшеп дайындап аламыз. Екінші жағында сөйтеміз. Қисық кетпеске мен екі жағында осылай етіп жасап дайындап алдым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Балдарыңыздың трикосының балағы ұзын болса, қысқарту жолы осылай етіп белгілеп аламыз. Өлшеп дайындап, тігетінде артығымен өлшейміз. Енді осылай етіп қайшымен артық жерін қиып аламыз. Балама трикосы ұзын болғасын қиып дайындап беріп жатырмын. Осылай етіп балағын артығын қиып тастаймыз. Міне осылай етіп қиып алдым. Енді екінші жағында осылай етіп қиып аламыз. Енді осыны теріс жағын айналдырып, ішін осындай етіп иненің өлшемімен өлшеп аламыз дайындап. Осылай етіп барлығын арты бар инені салып, барлығын тістеп аламыз дайындап. Машинаға тіге қоюға ыңғайлы болады. Сіздер де осылай етіп балдарыңыздың трикосын, шалбарын осылай етіп тігіп беруге болады. Менде осындай бар, осындаймен жасап дайындап жатырмын. Екі жағында осылай етіп дайындап аламыз. Енді екінші жағын дайындаймын осылай етіп. Тігуге ыңғайлы сонда болады. Машинаға бір айналдырып тігіп ала қоясыздар сосын. Да ыңғайлы, әрі жылдам болады. Екі жағында осындай етіп дайындап алдым. Осындай етіп барлығын салып дайындап қойдым. Енді осыны машинамызға бір жүргізіп аламыз. Сіздер де осылай етіп жасап көріңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.